Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Диана Скатова инста парақшасында былай деді: кешеде қыздармен осы жайлы көп сөйлестік. Мәселен, мен студент кезінде Алматыға ессіз ғашық едім. Көзім байланып, мен әлемнің ең керемет қаласында тұрам деп ойлайтынмын. Ал қазір бұл қалаға өзім ойлағандай байлаулы емес екенімді түсіндім. Жысы ғана емес, мен лас ауасы кәдімгідей толғандырады. Қоғамға қиянат сияқты тұман ішінде жүргендейміз, өзіміз байқамай. Сейсмотұрақсыздық жағынан ескерсек, неге биік әрі зәулім үйлерді соғуға рұқсат береді? Неге тек 5 қабатпен шектелмейміз? Алматының өте қауіпті аймақта тұрған бүгін білген жоқ қой. Қазір үйлердің орналасуы тіпті катастрофаға ғой. Далаға шықсаң да аман қалмайсың, үстіңе құлайтыны үй табылатындай. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар, сау саламатта болыңыздар.